Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Thumma man ba'd. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Қасиетті Рамазан айы құтты берекелі болсын. Ислам дінінде әрбір құлшылықтың өзіне тән әдептері бар. Қасиетті Рамазан айының орасында сүннет әдептері бар. Сол әдептерге тоқталатын боламыз. Бірінші, сәресі ішу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сәресі ішіп жеуде береке бар, сәресі жеуді тастап қоймаңдар. Ең болмағанда бір жұтым су ішіп, сәресі ішіңдер деген. Шын мәнінде Аллах Тағала және оның періштелері сәресі ішкен адамға салауат айтады деген. Ғалымдарымыз Аллах Тағаланың салауаты, сәресі ішкен адамға Алланың мейірімі, періштелердің салауаты сол адамға кешірім сұрауы деген. Екіншісі, ауыз ашуды кешіктірмеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, адамдар ауыз ашуды тездеткенше әрдайым жақсылықта болады деген. Сендердің біреулерің ораза кезінде ауыздарын құрмамен ашсын, өйткені құрмада береке бар. Егер құрма табылмаса, сумен ашсын, өйткені су тазалаушы деген. Үшінші әдебі, ауыз ашқан кезде дұға қылу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп дұға қылатын болған: "Е Аллахым, сен үшін ораза ұстадым, саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім, сені берген есебіммен ауыз аштым" деп дұға қылған. Су ішіп, құрма жеп болғаннан кейін былай деп дұға қылатын болған: "Шөл басылды, тамырынан нәр алды, Аллах қаласа сауапқа кенелеміз" деген. Төртіншісі, ауыз аштыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімде-кім ораза ұстаушының аузын ашса, оған сол ораза ұстаушының сауабы беріледі, ораза ұстаушының сауабы кемиді деген. Бесінші әдебі, Рамазан айында жомарттылықта көп болуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ең жақсы садақа Рамазан айындағы садақа деген. Алтыншы, Рамазан айындағы тарауих намазға тұру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімде-кім Рамазан айында иман мен сауапты үміт етіп тарауих намазға тұрса, оның өткен күнәлары кешіріледі деген. Жетіншісі, тіл мен көзді харамнан сақтау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімде-кім жалған сөз сөйлеуден және оған амал етуден тоқтатпаса, Аллах Тағала оның тамақ пен судан тыйылғанына мұқтаж емес деген. Сегізінші, қасиетті Рамазан айында Құран оқып, зікір айтып, салауаттар айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Жәбірейіл алейхиссалам түннің уақытында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам кездесіп, Құран оқитын еді деген. Қасиетті Рамазан айында Құранды хатым ету. Қияметте Құран оқыған адамға қиямет күні шапағатшы болады деген. Тоғызыншысы, Рамазан айында тәһәжжүд намазға тұру. Түнгі намаз мүминнің ең абзал ибадаты деген саллаллаху алейхи ва саллям. Оныншысы, жақсы сөз сөйлеп, жамандықтан сақтану. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ораза қалқан, егер сенден біреулер ораза ұстаса, жаман сөз сөйлеуден және ұрыс жанжалдан сақтансын. Егер сендерге біреу ұрысып, балағаттап жатса, мен оразамын деп тоқтасын деген. Қасиетті Рамазан айында соғыс ашу, ұру бұл харам болады. Сол үшін ораза ұстаушы адам мен оразамын деп тоқтату қажет. 11-шісі, Рамазан айында ораза ұстаушының ауыз ашқан кезде дұғасы қабыл болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мына үш адамның дұғасы қайтарылмайды. Соның бірі әділ патшаның дұғасы, екіншісі ораза ұстаушының ауыз ашқан уақытында жасаған дұғасы, үшіншісі зұлымды көрген адам дұғасы дейді. Аллах Тағала олардың дұғаларын бұлтқа дейін көтеріп, солардың дұғалары үшін аспан есіктері ашылады деген. Иғтикафқа кіру. Иғтикаф мақсаты қадір түнін іздеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен қадір түнін іздеу үшін Рамазан айының 10 күнінде иғтикафқа кірдім, одан кейін 10 күнге иғтикафқа кірдім. Маған қадір түнін соңғы 10 күннің ішінде екендігі білдірілді. Ендеше сендердің біреуден иғтикафқа кіргісі келсе, соңғы 10 күнінде иғтикаф жасасын деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімде-кім Алланың разылығы үшін бір күн иғтикафқа кіретін болса, Аллах Тағала ол адамды тозақта 3 ор қашықтықта алыстатады деген. Әрбір ор аспан мен жердің арасындай қашықтықта деп түсіндірген. Қасиетті Рамазан айының орасы сабыр мен рухани тазару жолы. Оразаны сүннет әдептеріне сай ұстап, молынан сауап алуымызды нәсіп етсін. Қасиетті Рамазан айында жасаған құлшылық ибадаттарымызды Аллах Тағала қабыл етсін. Вальхамдулиллахи Раббил аламин.